Талғат Жақыпбайұлы Бигелдинов 1922 жылы 5 тамызда дүниеге келген. Ақмола облысы, Ақмола ауданы, Майбалық ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. Кеңес одағының батыры атағын 2 рет алған. Балалық және жастық шақтарын Фрунзе қаласында өткізіп, 16 жасында аэроклубта оқыды. Чкалов әскери авиация училищесін 1942 жылы бітіріп, 1943 жылдың қаңтарынан бастап 144 гвардиялық шабуылшы авиация полкін құрамына кірді. Екінші Украина майданында шайқасты. Соғыстың соңғы айларында штурмовиктер мен олардермен ниеттегі ұрыстарға және жау ордасын талқандауға қатысты. 2014 жылы 9 қарашада 92 жасында қайтыс болды.